Қазіргі біздің қарастыратын сабағымыз ғарыштық жылдамдықтар деп аталады. Бұл жерде біз нені зерттейміз? Бұл жерде біз жердің бетінен ұшып шыққан ракеталарымыз, жалпы жер серіктеріміз жерді айналып ұшып жүру үшін олар қандай жылдамдықпен ұшу керек, және де жерден ұшып мысалы басқа планеталарға бару үшін олар қалай ұшу керек деген сияқты мәселелерді қарастыратын боламыз. Сонымен ең бірінші біз мына жердің суретін сызып алайық. Мынау бізде жер планетамыз, жер. Мұны жердің центрі, мұнда жердің радиус деп қарастырайық. Мына нүкте біздің қазіргі ұшып шығайын деп жатқан ракетамыз болсын. Осы ракета жерді ұшып шыққан кезде, пока бұл ракетаның мақсаты жердің серігі болып ұшу үшін, жерді айналып, спутник жерді ұшып жүру үшін не істеу керек? Бұл қазір ұшып шығады да ғана былайынан мына траектория бойынша, ол жерді қазір айнала бастайды. Ұшып шығып жерді айналып келді, ол қазір мына траектория бойынша қозғалады. Енді оны кішкене бүйтіп суретін салып қоясың. Мынау менде спутник жерді айналып ұшып жүрür. Жердің маңында жерден слишком алыс, жерден слишком үлкен ара қашықтықта ұшып жүрген жоқ деп ойлайық. Мына жердің радиусымен салыстырғанда мынау биіктік пока аз болып көрінсін. Және ол қандай жылдамдықпен ұшады дейік. Оны табу үшін біз мынадай нәрсе жасаймыз. Спутник қазір жерді шеңбер ойымен айналып қозғалып жатыр. Осыған қазір қандай күш әсер етеді, соны біз зерттейік. Мынау ғарыш кемесі жерге ауырлық күшінің арқасында құлауға тырысады. Жер мына затты ауырлық күшімен өзіне тартады. Ауырлық күшін біз формуласын білеміз. Жердің массасы, жердің центріне қарай мына дене F ауырлық тең mg деген күшпен тартылады. Ал енді дене өзі шеңбер бойымен айналып жүргендіктен, кез келген дене шеңбер бойымен қозғалған кезде ол центрден тебілуге тырысады. Мысалы, кез келген бір затты аламыз, жіпке байлаймыз дағыны, сол затты бет шеңбер бойымен айналдыруға тырысып жатсақ, ол уже центрден тебіліп кетуге тырысады. Сонда, мына біздің ғарыш кемемізде уже жерді шеңбер оймен айналып жатқандықтан, бұны центрден тебетін, центрге тепкіш күш пайда болады. Сонда, ғарыш кемесін жерге қарай тартатын ауырлық күші бар, және ол шеңбер оймен қозғаласын, ол центрден тебілуге тырысады. Енді осы екі күш бір-біріне тең болып қалса, ол төмен қарай құламайды, ол ары қарай жылжып кетпейді, жерден алыстап кетпейді. Сонда екеуі бір-біріне тең болған кезде ол ары емес, бері емес, осы шеңбер бойымен айналып жүре береді екен дейміз. Енді біз центрден тепкіш күштің формуласын жазып қояйық. М көбейтілген А центрден тепкіш болсын. Жалпы күшті табу үшін негізі анау Ньютонның екінші заңында F тең ma деген формуляны шығара саламыз ғой. Енді пока біз ол тақырыпқа жетпедік, бірақ мына формула жалпы білеміз деп ойлайық. Сонда бізде ma мына mg-ға қазір бізде тең болайын деп тұр. Сонда mg тең болады мынауған. Сонда ауырлық күші мен центрден тепкіш күш бір-біріне тең ғой. Сонда ma центрден тепкіш болады. Осы жерде масса мен массасы қысқарады. Мынау да, мына масса да, мынау ғарыш кемесінің массасы. Енді осы жерден бізде мынау g еркін сөйлеуіміз тең болады. Центрден тепкіш күштің үдеудің формуласы ол v квадрат бөлінген r. Енді осы жерден v-ны табамыз. R-ді ар жаққа көбейтеміз, квадраттан құтылу үшін түбірге аламыз. V тең түбір астында gr деген формула шығады. Осы жылдамдық как раз бізде v1 деп қоямыз дағыны. Бірінші ғарыштық жылдамдық деп атайды екенбіз. Сонда мына v1 дегеніміз бізде бірінші ғарыштық жылдамдық деп аталады екен. Жылдамдық. Енді мына жерге g-дің орнына 9,8-ді қойып қоямыз. R-дің орнына жердің радиусын қоямыз. Жердің радиусы примерно 6370 па, сол шамада жуықтап алғанда. Орнына қойып көбейтіп түбірден шығарған кезде біздің бірінші ғарыштық жылдамдығымыз жуықтап алғанда 7,9 километр секундына болып шығады екен. Сонда бұл бірінші ғарыштық жылдамдықтың мақсаты неде? Бірінші ғарыштық жылдамдықтың мақсаты ғарыш кемесі жерден ұшып
сол жерді айналып, сол жердің серігіне айналу үшін қажет екен. Біздің мына спутнигіміз жерді айналып, ұшып жүре береді. Енді керегінше жаңағыдай, мысалы, біздің қазіргі связь, интернет барлығы осы спутниктардың арқасында жүзеге асып жатыр ғой. Сол мақсатта жерді айналып ұшып жүре беру үшін, сәл ұшқаннан кейін құлап қалмау үшін қажет жылдамдық екен. Енді бізден сұрайды, бірінші ғарыштық жылдамдықпен ұшатын дененің қозғалыс траекториясы қандай деп сұрайды. Көріп отырғанымыздай, бұл траектория бізде шеңбер болады екен деп айтамыз. Траекториясы қандай десе, шеңбер деп жауап беруіміз қажет екен. Ал енді екінші бізде мынандай бір ситуация. Біз енді жерді шеңбер бойымен айналып ұшып жүруіміз қажеті жоқ. Бізге енді жерді тастап, мысалы, айға бару керек, не болмаса Марсқа, не болмаса жаңағыдай Юпитерді зерттеп қайтуымыз керек болып жатқан жағдайлар болады. Не болмаса жаңағыдай хотя бы жерден кетіп, әйтеуір күн жүйесін айналып ұшып жүру керек болсын. Хотя бы күннің серігіне айналып, мысалы, планеталар құсап, барлығы сол күнді айналу үшін қажет жылдамдық болсын. Енді ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз мына жылдамдық тек қана жерді құлап кетпей, жерден ары кетпей ұшып жүру үшін ғана қажет жылдамдық. Ал енді біз жерді тастап кету үшін бұдан сәл көбірек жылдамдықпен ұшуымыз қажет. Ол үшін біз сәл көбірек жылдамдықпен ұшамыз, жерден былай ұшып келе жатамыздағыны уже былай қарай ұшып кетіп қаламыз. Міне. Ары қарай, так, мынаны кішкене майыстырып жібердім ау дейме? Так, осылай. Так. Примерно осылай ұшады деп қарастырайық. Бұл бізде мына жылдамдығымыз бізде ол қандай жылдамдық? Бұл бізде екінші ғарыштық жылдамдық деп аталады. Сонда мынау бізде бірінші ғарыштық жылдамдық болатын, ал мынау бізде қазір жерді тастап кетіп қалған жылдамдығымыз екінші ғарыштық жылдамдық дейміз. Бұл жерде де ол кішкене болса да қисық траекториямен қозғалады. Себебі жаңағы айтқандай денеге міндетті түрде центрден тепкіш күш әсер етеді. Сол кезде ол жер тек қана оны тарта бермейді, сонымен қоса ол дене өзі жерін тебіруге тырысады. Бізде былайша айтқанда отын эконом болады. Мысалы, тіке прямой ұшып кету деген ол қиын нәрсе. Мысалы, мына жерде жер тұрса, мына жерде ай тұратын болса, ол жерден прямой айға бара салу өте қиын. Отының жетпей қалуы мүмкін. Сәл жарты жолға келгенде отын тосылып қалса, жер оны бәрі қайтадан тартып алатындағыны тежеліп тоқтап, қайтадан ол жерге құлап кетуі мүмкін. Ал егер біз қандай да бір жылдамдықпен уже жерді айнала қозғала бастасақ, уже бізде тек қана ауырлық күш емес, сонымен қоса центрден тепкіш күште қосылып әсер ететін еді тағыны. Сол кезде біз сәл кішкене үдеп қозғалған сайын ол жерден алыстай береміз, сөйтіп уже мына айға бара салатын едік. Енді бізде көріп отырсыңдар, шеңбер оймен қозғалып келе жатады, бірақ жылдамдық одан да көбірек болғандықтан уже бұл шеңбер емес, ары қарай ол уже парабола сызып кетіп қалады екен. Енді бізде ол жылдамдықтың атын біз екінші ғарыштық жылдамдық деп атайды екенбіз. Екінші ғарыштық жылдамдық дейміз. Және оны V2 деп белгілейміз. Енді ол V2 бізде неге тең болады десе, түбірасында 2G деп табамыз. Оның мәні жуықтап алғанда 11,2 км секундына болады екен. Бірінші ғарыштық жылдамдық 7,9 км секундына болса, ал екінші ғарыштық жылдамдық бізде 11,2 км секундына болып шығады екен. Және оның формуласын былай табады екенбіз. Енді бұл жылдамдық не үшін қажет болды? Бұл жылдамдық бізде жердің тартылысын жеңіп, жерден кету үшін. Жалпы жер планетасын тастап кетіп, может Марсқа бару керек, не болмаса айды айналып ұшып жүру үшін, не болмаса Марстың серігіне айналу үшін деген сияқты. Не болмаса Юпитерге барып, Юпитердің серігі болып соны ұшып жүру үшін әйтеуір бізге қажет жылдамдық. Енді Юпитер бізде бірақ слишком үлкен планета. Мына жылдамдық оның серігіне айналуға жетпей қалуы мүмкін. Так, жалпы жерді тастап кету үшін қажет. Енді оның қозғалыс траекториясы қандай десе, оны біз мына траекториямыз парабола дейміз. Енді математикада біз параболаны былай сатын ек қой. Бұл соның бір тармағы ғана болып тұр ғой. Былайша айтқанда жерден шығады, былай қарай кетіп жатыр. Екінші мына симметричный несі
бізге оның керегі жоқ, только бір беті ғана. Сонда бізде ол парабола деп аталады. Қозғалыс траекториясы қандай десе, екінші ғарыштық жылдамдық. Енді бізде мынандай ситуация. Ғарыш кемеміздің жылдамдығы 7,9-дан көп болып кетсін, бірақ 11,2-ге жетпей қалды жерден ұшып шығып жатқан кемеміздікі. Енді ол қалай қозғалады деген сұрақ болады. Егер ол 7,9-дан көп болса, енді шеңбер бола қоймайды. Ал 11,2-ге жетпей қалса, онда ол жерді тастап кете алмай қалады. Жылдамдық оған жете алмай қалды. Енді ондай кезде ол не істейді? Ол жерден ұшып шығады дағыны, оны қалай сайын мұны? Жерден ұшып шығады дағыны, так, қай жерін қайылды? Ну, давайте басқа жерден алып сайын. Ол байына жерден ұшып шығады дағыны, бетіп кетіп бара жатып, қайтадан айналып жерге қайтып келеді. Общем айтқанда, бұл қандай да бір сопақша тәріздес осындай траекториямен айналып ұшып жүре береді екен дейміз. Енді кішкене қиыстау қалды, мына жағы кішкене жақынырақ, мына жағы кішкене алысырақ. Мына жерді мен кішкене өшірсем де, ладно, осылай тұра берсінші. Общем, мынау сәл былайырақ айналып ұшады деп қарастырайық. Былайынан. Сопақша тәріздес траекториямен. Вроде алыстап кетіп бара жатыр, бірақ әйтеуір оны жер қандай да бір уақытта өзіне қайттан тартып алды дағыны қайттан келеді. Бұл ғарыш кемеміз жерге ең жақын аралық, мысалы мына жер деп қарастырсақ, осы жерде ол ең максимальный жылдамдықпен по идее ұшып өтеді. Ол жерден алыстаған сайын оның жылдамдық азайып. Мынау ең алысып келгенде ол ең аз жылдамдықпен өтеді, қайттан былай қарай кетеді негізінде. Ал енді сонда мына жерден ұшып баратқан кездегі біздің жылдамдық осы мына V2-ге жетпей қалса, демек бұл осындай траекториямен қозғалады. Осындай сопақша тәріздес траектория. Бұл траекторияның атын біз эллипс деп айтамыз. Мына фигура бізде сопақша тәріздес траектория эллипс деп аталады екен. Енді сонда біздің мына V жылдамдығымыз бірінші ғарыштық жылдамдықтан көп, бірақ екінші ғарыштық жылдамдыққа жетпесе, онда бұл бізде эллипс деген траектория бойынша қозғалады екен. Жерді тастап та кете алмайды, бірақ жерді шеңбер бойымен де уже айналмайды. Осылай сопақша тәріздес траекториямен кетіп қалады екен. Енді келесі бізде үшінші ғарыштық жылдамдық. Біз жердің шеңбер бойымен айнала аламыз. Ары қарай біз жерді тастап Марсқа баралып жатырмыз, жерді тастап басқа планеталарға, күнді айналып, арғы бетіне, бергі бетіне баралып жатырмыз. Енді біз үшінші ғарыштық жылдамдық қажет бізге. Мына V3 деген үшінші ғарыштық жылдамдық. Так. Бұл не үшін қажет? Енді біз жалпы күн жүйесін тастап, біздің күн жұлдызымызды тастап, басқа бір жұлдыздарға кету үшін, басқа бір галактикаларды әйтеуір аралап ұшып жүру үшін қажет жылдамдық екен. Сонда біз мына екінші ғарыштық жылдамдығымыз бізде жер тастап басқа жаққа кете алғанымызбен, бұл бізде күннің гравитациясын жеңіп кете алмайды екен. Күн бәрібір өзінің айналасында оны ұстап жүреді екен. Сол күнді айналып, одан шыға алмай ұшып жүре береді екен. Егер біз күн жүйесінен шығып кету үшін бізге уже мынау қажет. Үшінші ғарыштық жылдамдық. Үшінші ғарыштық жылдамдықтың формуласы кішкене күрделі, оны жазудың керегі жоқ, оны просто жаттап аламыз. Бұл жерде бізде жер тастап кетуіміз керек, ары қарай күннің де ара қашықтықты өлшеп, жердің мысалы күннен ең максимал алыс ара қашықтықта болатын моментін туралап барып ұшу қажет. Сол кездегі біздің ең ала алатын ең минимальный сол жылдамдықпен ұшып кетуге болады деп есептелген жылдамдық 16,6 километр секундына. Енді бұдан көбірек жылдамдықпен ұшалсақ ұшып кете береміз ойланбай. Ал егер біздің ғарыш кемеміздің жылдамдығы осыдан аса алмайтын болса, біз ең оптимальный моментті таңдау керек. Жер күннен ең алыс ара қашықтыққа алыстаған моментті деген сияқты, қандай да бір уақытта деген сияқты ұшу қажет екен. Осы жылдамдық бізде үшінші ғарыштық жылдамдық деп аталады. Енді оның так, мына жерде енді шимай болып кетті. Мынау бізде шеңбер, бізде бірінші ғарыштық жылдамдық бойынша қозғалдық.
Одан кейін біздің егер мына жақтан бастап ұшқан кезде мысалы біз шеңбер бойымен айналамадық, мынау бірден көп екіден аз болған кезде уже біз эллипс бойымен қозғалдық. Екінші ғарыштық жылдамдық бізде уже мынандай парабола болды. Енді үшінші ғарыштық жылдамдық бізде параболадан да кішкене былайырақ, бұл уже бізде гипербола болады екен. Уже мынау бізде вш. Сонда біздің қозғалысымыздың траекториясы үшінші ғарыштық жылдамдықпен қозғалсақ гипербола бойымен қозғалады екенбіз деп айтамыз. Ол жылдамдықты жаттап алу керек. Және де бір ескерту, мынау 7,9 км секунд бірінші ғарыштық жылдамдық. Мынау бұлардың барлығы жердің бетінен ұшып шығуға арналған формулалар. То есть формула болғанда жердің бетінен, формула барлық жерде бір, просто жердің бетінен ұшып шығу үшін 7,9, 11,2, 16,6 деген жылдамдықтар. Егер біз айдың бетінен ұшатын болсақ, онда бірінші ғарыштық жылдамдық бұдан қайда аз болуы мүмкін. Марстан ұшатын болсақ та сәл азырақ жылдамдықпен ұшамыз деген сияқты ғой. Демек, әр планетаның өзінің ғарыштық жылдамдығы болады. Марс үшін бірінші ғарыштық жылдамдық ол басқа. Юпитер үшін бірінші ғарыштық жылдамдық ол басқа. Уран үшін, Нептун үшін деп атсақ, Меркурий үшін деп атсақ, әр планетаның өзінің бірінші ғарыштық жылдамдықтары әрқайсынікі әртүрлі. Жердікі мынау. Бірақ барлығын осы формуламен есептейміз. V тең түбірасына GR. G еркін сөйлеуі сол планетаның, R соның радиусы. Енді бізде кейде мынандай ситуациялар болады. Біз жердің пока маңында ұшып жүрміз, мына формула бойынша. Ал егер біз жерден көбірек биікте ұшып жүру үшін десек, сонда мысалы мына жерде емес, енді біз уже былай жерді алысырақ ара қашықта ұшып жүру үшін бізге бірінші ғарыштық жылдамдығымыз қаншаға тең болу керек, соны қарастырамыз. Енді біз жерден алыстаған сайын жердің тартылысы азаяды. Мынау еркін сөйлеуінің мәнінің азайғандығын білеміз. Ол қалай есептеледі? G тең болады Gm бөлінген R квадрат деген формуламен есептелген. Ал егер біз жерден қандай да бір h биіктікке ұшып кеткен кезде, ол формула уже бізде R плюс h-тың квадраты болып кеткен. Сонда біз жаңа G-ның мәні азаяды. Мына формулаларды әкеліп мына орнына қоятын кезде, енді мына R-дің өзі де құр R емес, бұл R бізде жалпы ғарыш кемемізбен жердің центрінің арақашықтығы ғой. Жердің центрі болғанда, ғарыш кемеміз шеңбер бойымен қозғалғанда, осы шеңбердің де центрі как раз жердің центрімен совпадать етеді. Енді біз жерден уже қандай да бір h биіктікте ұшып жүргендіктен, R-ға сол h қосылады тағыны, сол ұшып жүрген шеңберіміздің радиусы R қосу h болады. Сонда біз R-ның орнына R плюс h-ты қоямыз. Сол кезде R плюс h-ты мына формуланы әкеп мына қоямыз. Мына жерде R плюс h болады. Сол кезде біздің V1 жылдамдығымыз түбір астында G басымызды слайдан G M R плюс h қалады. R плюс h-тың квадраты еді. Қасына тағы да R плюс h бар, екеуі бір-бірімен қысқарады. Формула қысқарғанда мынау қалады екен. Егер біз жердің бетінен мысалы 900 км биіктікте, 1000 км биіктікте айналып жерді ұшып жүріп деген, жерден слишком жоғары биіктікте айналып ұшып жүрген болса ғарыш кемеміз, оның енді бірінші ғарыштық жылдамдығы 7,9-дан сәл-пәл азырақ болады екен. Мына жылдамдық бізде қайшан шықты? Бұл жылдамдық жердің маңында, жерден сәл-ақ жоғары биіктікте ұшып жүру үшін қажет жылдамдық болатын. Ал мынау уже жерден уже әжептәуір биікке ұшып кеткен кезде керекті формула екен деп айтамыз. Мына формуланы мынамен байланыстырып қоясақ та болады. Оны қай жерге сайын? V1 тең болады, түбір астында G M бөлінген R деп жаза берсек болады. Егер біз планетаның массасын және планетаның радиусын білсек, ол планета үшін бірінші ғарыштық жылдамдықты мына формуламен де таба берсек болады екен. Бұлай да тапсақ болады. Егер еркін сөйлеуін беріп қойса есепте, сразу осылай таба берген жақсы. Ал егер еркін сөйлеуін бермей тек радиус массаларын берсе, онда формула мынау. Егер ол ғарыш кемеміз уже ол планетаның бетінен
уже пәленбай километр биіктікте ұшып жүр десе, ол кезде мына формулаға біз салуымыз қажет екен дейміз. Так, осымен біздің теориямыз аяқталды. Қазір енді біз осы тақырыпқа арналған бірнеше есептерді қарастырамыз. Так, сонымен алғашқы қарастыратын есебіміз номері 17. Егер айдағы еркін сөйлеуі 1,6 болса, ал айдың радиусы 1700 км болса, онда айдағы бірінші ғарыштық жылдамдық қандай деп сұрап жатыр. Сонымен берілген жазып қояйық. Номері 17. Айдың еркін сөйлеуі 1,6 метр бөлу секундтың квадраты, ал радиусы 1700 километр болса, ендеше бұлай жасайған дұрыс. Километрді өз орнында қалдырмайық, пока метр күйінше шығара берейік. Соңында шыққан жауапты қайтадан километрге ауыстыра салу қиын емес. Ал километрмен қалдырып біз шатасып кетуіміз мүмкін. Сол үшін просто білсек те, білмесек те, просто метрге айналдыра салайық. Қиын емес шығар. Так, сонда 1700 километр, кило деген ол 10-3 дәрежесі деген сөз, тағы да 1000 бар, сонда 1700 и тағы да 301, 2-3 метр. Енді бұны бар ғой, бұлай қалдырмайық, давайте стандарт түрде жазуға тырысайық. 3-0 үтірді мына жерге жинап керек. 1,7 көбейту 10-ның 6 дәрежесі метр дейік. Сонда біз қазір мына түрді 6 орынға жылжытып тұрмыз. Сонда бізде қалғаны 1,7 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Енді бізге сұрап жатқаны оның бірінші ғарыштық жылдамдығы V1. Бірінші ғарыштық жылдамдық формуласы түбір астында GR. Сонда осыдан салсаңыз түбір астында 1,6 көбейту 1,7 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Мұны бізде метр болады, мұнда жаңа метр бөлінген секунд квадрат, сол кезде метр квадрат, секунд квадрат, олар шыққан кезде метр бөлу секунд деп шығады түбірден. Енді не істейміз? 1,6-ны 1,7-ге көбейте салайық. Енді жобасы сол 1,6-дан сәл асатын сан шығатын шығар. 1,6 көбейту 1,7. 2,72, оны түбір астынан шығаратын болсақ, сразу 1,65 жуықтап алғанда 1,6, 4, 9, сонда уже 65 көбейту 10-ның, енді 10-ның 6 дәрежесін түбірден шыққанда 10-ның 3 дәрежесі шығады. 10-ның дәрежесін түбірден шығаратын кезде міндетті түрде жұп қылып алған дұрыс. Сонда жұп дәрежені сразу 2-ге бөліп шығара берсін. 6 дәрежеден 3 дәреже шығады. 8 дәреже болса 4 дәреже шығады деген сияқты. Ал 10-ның тақ дәрежесі түбірден шығару қиын. Мысалы 10-ның 5 дәрежесі болып қалса, уже оны или 4 дәреже қылу керек. Мысалы 1 10-ды мұнда көбейту жіберіп деген сияқты. А қазір мынау идеально болып шығып тұр мына. Енді өлшем бөлігі метр бөлінген секунд. Сонда біз 10-ның 3 дәрежесі ол кило деген сөз ғой, сонда километр болса 1,65 километр секундына деп айта салады екен біз. Сонымен біз А жауабын белгілейміз. Так, ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 18. Жерден өз радиусындай биіктікте бірінші ғарыштық жылдамдық қандай болады деп сұрап жатыр. Берілгендері жердің радиусын және жердің массасын беріп қойыпты. Так, жазып алайық берілген бірінші. Номері 18. R жер тең болады 6400 километр. Так, жердің массасы 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі килограмм. Және бізде гравитациялық тұрақты да бар. G тең болады 6,67 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі. Енді есептің берілгенде былай айтқан. Жерден, тұрақтылар ғой, жерден өз радиусындай биіктікте. Демек, жерден ол қандай да бір H деген биіктікте ұшып жүр, бірақ ол как раз жердің радиусына тең болып тұр дейді. Енді бізге осы ұшып жүрген ғарыш кемесінің бірінші ғарыштық жылдамдығын табуымыз қажет. Бірінші ғарыштық жылдамдық формуласы, ең бірінші біз мына формуланы жаздық. Түбір астында GR деген. Бірақ бұл жерде біз еркін сөйлеуін тауып отырудың қажет жоқ. Сразу мына формулаға салсақ, ақыры планетаның массасын және оның радиусын беріп қойса, біз уже жердің массасы, жердің радиусы, мынау соның үстіне ұшып жүрген биіктігі. Біз мына формула салсақ сразу. Так,
Енді не істейміз? Жерден тура өзінің радиусына аш биіктікте ұшып жүр. Так, сонда аштың орнына біз әкеліп мына r жерді қайтадан қоясақ, екеуі қосылады, 2r жер болып шыға салады. Сонда бұны тең ықшамдап жіберсек, g m бөлінген 2r. Мынау жер, мынау жер. Енді осы формулаға салып, біз қазір есепті шығара саламыз. V1 тең болады түбір астында 6,67 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі, көбейту жердің массасы 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі, бөлу 2 көбейтілген жердің радиусы 6400 километр. Сонда 6400 кило деген 10-ның 3 дәрежесі метр. Енді өлшемдік жазбай қойын. Мына. Осыны қазір біз есептеуіміз қажет. Енді істейміз. Былай істей салайық. Просто пока онда не қылайық. Бірінші, мынау алымдарын бір-біріне көбейтіп алсақ. 6,67-ні 6-ға көбейтіп 40,2 көбейту 10-ның, енді бетеміз. 10-ның минус 11 дәрежесін 10-ның 24 дәрежесін сразу көбейтейік. Енді екеуінің дәрежелері, біреуінікі минус, біреуінікі плюс. Демек біз 10-ның 2 дәрежелерін бір-біріне көбейтіп жатқан кезде, 10-ның минус 11 дәрежесін 10-ның 24 дәрежесін көбейткен кезде, таңбалары әртүрлі болса, онда аптастаймыз бір-бірінен. 24-тен 11-ді аптастаймыз. 13, сонда 10-ның 13 дәрежесі қалды. Енді мұна астында, мұнанда кішкене ықшамдайық, 6400 деген бөлімде слишком көп сан, азайтайық соны. 6400-ді давайте бетейік. Өтірді 3 рет солға қарай жылыстайық, 6,4 қалдырайық. Сонда 2 көбейту 6,4 көбейту 10-ның, мына 10-ның 3 дәрежесі бар болатын. Өтірді 3 рет солға жылғасын, онда тағы да 3 дәреже қосылады, сонымен 10-ның 6 дәрежесі қалсын. Так, мына кішкене жақындатайын былай қарай. Сонда менде не шықты астында? 6,4 көбейту 2, 12,8. Сонда біз не істейміз қазір? 40,2 көбейту 10-ның 13 дәрежесін 12,8 көбейту 10-ның 6 дәрежесіне бөлеміз. 40,2-ні бөлеміз 12,8-ге. 3,126 шықты. Жуықтап алғанда көбейту 10-ның 13 дәрежені 6 дәрежеге бөліп жіберетін болсақ, 10-ның 7 дәрежесі қалды. Тең. Енді біз былай істейміз. 10-ның 7 дәрежесі уже бізде тақ болып қалды. Оны біз жұп қылған дұрыс. Бір дәрежені алып, мұнда көбейтсек. Сонда мұнда 10-ды бір 10-ды көбейтсек, 31,26 шығады. 31,26 көбейту 10-ның, мұнда 6 дәрежесі қалды енді. Енді 31,26-ны түбірден шығаратын болса, 5,59. Бұның бәрі жуықталып келе жатыр айтпақшы. Жуықтап алғанда 5,59 шықты. 10-ның 6 дәрежесінен 10-ның 3 дәрежесі шығады. Енді бұның барлығы бізде си жүйесіне жазылған, килограмм барлығы метр күйінше жазылған. Демек бізде жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлу секунд болып шығу керек. Енді 10-ның 3 дәрежесі деген ол 1000, ол кило дегенді білдіреді. Килоға айналдырсек 5,59 километр бөлу секунд деп жауап береді екенбіз. Сонда біз жауабымыз 5,59 километр секунд деуіміз керек. Бірақ 5,59 метр секунд қана тұр жауабында. Демек мұнаны біз жуықтап алатын болсақ, 5,6 деуге де болады екен. 5,6 километр секунд. Демек бізде осы жауабымыз. Мынау Б жауабымыз дұрыс деп айтады екенбіз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 25. Бірінші орбиталық ғарыш станциясының айналу периоды 88,85 минут және жер бетінен орташа биіктігі 230 км,
Станция қозғалысының орташа жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Жердің радиусын және массасын беріп қойған екен. Берілген жазсақ, номері 25. Жерді айналу периодын беріп қойған 88,85 минут. Бірақ бізге ол период қазір керек болмауы да мүмкін. Сразу жылдамдықтың формасы салған кезде жер бетінен орташа биіктігі h тең болады 230 километр. Ал жердің радиусы бізде 6400 километр. Және жердің массасын беріп қойған, ол 6 көбейту 10-24 дәрежесі килограмм. Енді гравитациялық тұрақта G бар, 6,67 көбейту 10-11 дәрежесі. Болды, берілгені бітті. Енді бізде соның қандай жылдамдықпен айналатын шығады. Ол жылдамдықты біз бірінші ғарыштық жылдамдық деп атадық. Сонымен бірінші ғарыштық жылдамдық, егер ол жер бетінен қандай да h деген биіктікте ұшып жүрген болса, мына формуланы пайдаланған ыңғайлы. R плюс h. Мына V тең түбірасында GM бөлінген R плюс h. Енді мына жерде бізде жердің массасы болғасын, R жер, M жер деп индексіне жерді жазып қояды екен біз. Енді осы формула салып шығарамыз. V1 тең болады түбірасында 6,67 көбейту 10-11 дәрежесі, көбейту 6 көбейту 10-24 дәрежесі, R қосу h. 6400 километрді сразу метрге айналдырып кетейік. 6400 көбейту 10-3 дәрежесі метр, қосу 230 көбейту 10-3 дәрежесі метр. Түбірді жабамыз. Енді мынау алымын алымы ол проблема жоқ, көбейе береді. 6,67-ні 6-ға көбейтіп жіберетін болсақ, 6,67-ні көбейтеміз 6-ға. 40,2 көбейту 10-ның. 24 пен 11-ді көбейтеміз, оның дәрежелі біреу плюс, біреу минус, сол үшін олар азайтылып, 13 дәреже қалады. Астында 6400-ді 230-ға қоссақ, 6630 көбейту 10-3 дәрежесі шығады. 10-3 дәрежесі екеуінің ішінде ортақ көбейткіш жақсан сыртынан шығып кеткенде, мұна екеу қосылады. Осы қалды. Енді біз ары қарай осы есепті аяқтауымыз керек. Бірақ мына бөліміндегі сан үлкен. Алдына қарағанда бізде 0 деп санды шығарып отырғанға қарағанда, былай істесекші бөлімін азайтсақ специально. Үтірді солға қарай 3 рет жылыстайық мына бөлімде. 1, 2, 3 рет. Сонда 6,63 көбейту 10-6 дәрежесі қалады. Үстінде 40,2 көбейту 10-13 дәрежесі деп жазамыз. Енді 40,2-ні бөлеміз 6,63-ке. Почти 6-ның өзі шықты ровно. 6,036, если конкретно жазсақ. 10-13 дәрежесінен 6 дәрежесін бөлген кезде 10-7 дәрежесі қалады. Енді мына 10-7 дәрежесі бізде тақ. Бізде оны жұп қып жазған жақсы түбірден шығару үшін ешқандай проблемасыз. Сол үшін бір 10-ды аламыз да мұнда бержелеміз. Тең мұнда 60,36 көбейту 10-6 дәрежесі қалды. Енді 60,36-ны түбірастан шығарып жіберетін болсақ, 7,769 деген сан шықты. Ары қарай кете береді. Көбейту 10-6 дәрежесінен 3 дәреже шығып кетеді. Метр бөлінген секунд. Енді ол жуықтап, не десек болады мұнаны? 7,8 қылып жуықтаймыз. 7,8 жуықтап алғанда көбейту 10-3 дәрежесін айтпақ сразу километр қыласылайық. 10-3 дәрежесі километр бөлу секунд болсасын. Сонда бізде жер бетінен 230 километр биікте, оның бірінші ғарыштық жылдамдығы 7,8 километр секундына болады екен дейміз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 26. Жасанды серігінің жерді айналу периоды 150 минут. Жерден көтерілу биіктігі 540 километр.
жердің радиусы 6400 километр деп беріпті. Ғарыш кемесінің жылдамдығы қандай деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып алайық. Номері 26. Жерді айналу периодын беріп қойған 150 минут. Жерден көтерілу биіктігі 540 екен. Жердің радиусын просто R дей салайын, километр. Енді оның жылдамдығы қандай дейді. Так, бізге соның, енді жерді айналып жүргесін бірінші ғарышта жылдамдық болады. Енді мынандай ситуация, бізде анау жердің массасын бермеген. Мысалы біз тесттап отырмыз, жердің массасын ұмытып қалдық. Жаңа 6 көбейту 10-24 дәрежесі болатын. Қалай шығарсақ болады? Біз енді ғарыш кемесі мынау жер болса, мынау жердің центрі болсын, жерді ол қандай да бір биіктікте айналып ұшып жүрмені. Шеңбер сызылу керек негізі. Мына жерде тұр. Мынау бізде жердің радиусы R, мына жер бізде H биіктігіміз, мынау жердің радиусы. Енді ғарыш кемесі де вроде шеңбер бойымен қозғалып жатыр. Демек бізде шеңбер бойымен қозғалып жатқан дененің жылдамдығының формуласы бар еді, 2πr бөлінген период деген. Енді біз үшін мына R жалпы шеңбердің радиусы, дененің қозғалып жатқан шеңбер радиусы. Біздің ғарыш кемесі мына шеңбермен қозғалады. Бұл шеңбердің де центрі мына жердің центрімен бірдей. Енді мына шеңбердің радиусы неге тең? Мына жердің радиусы мен жердің бетіндегі H биіктіктің қосылысына тең болады. Сонда біз бұл формуланы R плюс H қылып жазып жібере саламыз. И осы формула салып шығара берсек те бола береді екен. Егер біз планетаның массасын ұмытып қалсақ, ұмытпаса, ол өзі біз мына формула салатын едік, V тең түбірасына Gm бөлінген R плюс H деп шығаратын едік. Пока осы формуламен шығара берейік, есептің берілгені бойынша. 2 көбейту 3,14 көбейту R плюс H 6400 қосу 540. 6940 қосында. 6940 километр, оның 3 дәрежесі метр бөлу секунд болатсында. Так, метр мына секунд шығады. Так, пока осылай ала берейік. Соңындағы килоға айналдыра салу қиын емес. Период 150 минут. 150 минут дегеніміз минутта 60 секундтан бар, сонда секундқа айналдырсақ 150 көбейту 60 болады. Енді осының барлығын есептейміз. 6,28 болады. 2-ні 3-те 14 көбейтсек, оны 6940-қа көбейтеміз. Оны бөлеміз 150-ге. Оны бөлеміз 60-қа. Сонда енді жуықтап алайын. Жуықтап алғанда 4,84 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр бөлінген секунд шықты. Енді 10-ның 3 дәрежесін килоға жіберетін болсақ, онда 4,84 километр секундына деп жауапты береді екенбіз. Енді ол бізде мына С жауабы. Сонда түрінен кейін бір ақ сан қалдырған, сонда жуықтап алғанда 4,8 километр секундына деп айта салады екенбіз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Ал ең соңғы есебіміз, бұл есеп менде орысша әдебиеттерден алынған. Былай дейді, номері 2. Жер күнді 30 км секунд жылдамдықпен айнала қозғалады дейді. Жер орбитасының радиусы 1,5 көбейту 10-ның 11 дәрежесі метр. Осы мәліметтерді пайдаланып, күннің массасын анықта деп сұрап жатыр. Бірінші берілген жазып қояйық. Так, жер күнді 30 км секунд жылдамдықпен айналады дейді. Так, сосын жердің орбитасының радиусы 1,15 көбейту 10-ның 11 дәрежесі метр деген. Осы мәліметтерді біз пайдаланып, қазір күннің массасын анықтаймыз. Гравитациялық тұрақтында жазып қояйық, бұл бізге қазір қажет болуы мүмкін. Так. М күн. Енді мына жерде бізде күн орналасқан болса, жерде планетамыз, мынау бізде күн жұлдызымыз, жерде күнді қандай да бір шеңбер бойымен айналады. Негізі таза шеңбер шықпайды, кішкене эллипс, бірақ эллипс болғанда да жер күнді
почти шеңберге жақынырақ эллипс бойымен айналады. Енді біз почти шеңберде бойлап шығара береміз есепті. Сонда мына жерде күнді біз жер айналып жатыр. Жаңа біз жердің серігі жерді айналып жатыр деген сияқты. Енді бізде жердің рөлінде осы мына күн тұр. Жер как раз сол күннің уже серігі болып айналып тұр, былайша айтқанда. Енді бұл есепті қалай шешеміз? V1 тең болады, түбір астында GM бөлінген R деген формула саламыз. Осы жерде мына R енді жердің күнмен ара қашықтығы болады. Мына жер орбитасы мынау, осының радиус деген ол мына жер. Сонда R-ға осыны қоямыз. Бізден ал күннің массасын тауып алу керек. Сонда M күн болады. Мына V бізде как раз 30 км секунд екен. Енді осы жерде массаны табу үшін не істейміз? Екі формула, так, теңдеудің оң жақ сол жағын квадраттаймыз. Сол жағын квадраттаймыз, оң жағын квадраттаймыз. V1-дің квадраты ол V1 квадрат тең. Мына квадратпен түбір жойылады да GM бөлінген R шығады. Осы жерде массаны табу үшін астына тұрған R ар жаққа барғанда үстіне шығады, үстіне тұрған G ар жаққа барғанда астына түседі. Сонда V1 квадратына R ар жаққа барғанда үстіне шықты, G бер қарай келгенде астына түсіп кетеді, тең мұнда M қалады. Енді бірақ бұны орнына сұрастық. Онымен сразу мұнда жазайын, M тең болады V квадрат, сразу V1 квадрат көбейту R бөлі G. Формуламыз бізде осы. Енді осы формулаға саламыз дағына есепті шығарамыз. Сонда мынау бізде 30 км секундына. Сонда если Си жүйесіне жататын болсақ, 30 көбейту оның 3 дәрежесі, соның квадраты. R бізде 1,5 көбейту оның 11 дәрежесі. G 6,67 көбейту оның минус 11 дәрежесі. Вот как раз мынау жоқ, мынау плюс, мынау минус. Енді есептейміз. Бірақ мына жерде былай істеп жерсекше, ойша сразу ойланайық. 30 көбейту оның 3 дәрежесін, мына 0-ді мында қос жерсек, 3 көбейту оның 4 дәрежесі болады. Енді соны сразу квадраттайық. Сонда 3-тің квадраты 9, 10-ның 4 дәрежесінің квадраты, оның 8 дәрежесі болады. Көбейту 1,5, көбейту оның 11 дәрежесі, 6,67 көбейту оның минус 11 дәрежесі. Енді калькуляторды аламыз дағына, осының барлығын есептейміз. 9-ды 1,5-ға көбейту алайық. Так, 13-те 5, оны 6,67-ге бөлеміз. Так, ровно 2,02 кетеді, бірақ жоқтай салады. 2 көбейту оның, так, 8 дәреже, 11 дәреже, 8 қосу 11, и мұнда оның минус 11 дәрежесін егер алымына шығарып жіберетін болса, ол да плюс 11 болып шығатын еді, сол үшін ол да қосылып кетеді. Плюс 11 көбейту оның 30 дәрежесі килограмм шықты. Сонда бізде күннің массасы 2 көбейту оның 30 дәрежесі килограмм болып шықты. Сонымен ғарыштық жылдамдыққа арналған тақырыбымыз осымен аяқталды.